Түркістан облысында сумен күрес жалғасуда. 2022 жылдың 11 наурызы мен 16 наурыз аралығында жаңбыр түріндегі толассыз жауын-шашын салдарынан Жетісай және Мақтаарал аудандарында жыл сайынғы орташа жылдық нормадан 161%-дан асатын маусымдық жаңбыр жауған. Осы 3-4-5 күн уже болды, мына жаңбыр жауып, үйімізде су алып жатыр. Әкімшіліктен міне 1-2 раз насос әкелді. Енді өзіміз насосымыз істеп, бензин әкеліп берді. Әкеліп, мотор әкеліп, қашырып жатыр. Сол қашырған күні ертесіне тағы толып қалып жатыр. Осы бір апта, 2 аптадан бері осы жақта жүр ол кісілер. Хабар алып. Рахмет ол кісілерге, Алла риза болсын. Атакен, елді мекен су алды, соның ішінде біздің үйімізді су алды. Сол кезде мына бізге Түркістан қаласының жәндегі құтқару командасының балдары бізге жәрдемге бірінші болып келді. Рахмет, күндіз түні үйімізді келіп жәндегі судан неғылуға бала шағамызға жәрдем берді. Моторларын қойып, күндізді қызметін қылып, ұйықтамай бізге қызмет қылды айналайын.